Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазір берілген суреттер арқылы бүгінгі сабағымыздың тақырыбын болжайық. Қане, қандай сурет көріп тұрсыздар? Суретте не бейнеленген? Бүгінгі сабақтың тақырыбына қандай ұсыныстарыңыз бар? Комментарийға қалдырсаңыздар болады. Кішігірім сөз жұмбақ шешейік. Бірінші, бұрасаң тетігін, соғады жүрегі, өлшемін түн мен күн әркім ақ біледі. Бұл не екен? 5 әріпті сағат. Екінші, ұшып түсер күн бітсе, жоғалады жыл бітсе. Ол бізде күн тізбе. Календар қазақшасы күн тізбе. Үшінші, аптаның бірінші күні. Дүйсенбі. Уақыт өлшем бірлігі. Минут. Жыл мезгілі, көктем мезгілі, мамыр айы. Міне бізде ортада синоним деген сөз шықты. Қане оқушылар, синоним дегеніміз не? Алдыңғы сабақтарды есімізге түсірейік. Ал бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы уақыт алға жетелейді. Сабақтың оқу мақсаты мәтіннен ақпаратты анықтау, тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау. Грамматикалық норма, зат есімдердің мағыналық түрлерін мәтін аясында жалғаулар арқылы түрлендіріп қолдану. Қане оқушылар, бізде бүгінгі біздің тақырыбымыз оқулықтан 71-ші бет. Уақыт алға жетелейді. Тыңдалым, оқылым, бірінші тапсырма. Бірінші, мұқият тыңдайық. Апта уақыт өлшемдерінің бірі. Қазақша дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі деп бөлінетін апта күндерінің атаулары парсы тілінің негізінде қалыптасты. Қазақы дүниетанымға сәйкес, аптаның әр күнінің өзіндік қасиеті бар. Мысалы, аптаның екінші күні сейсенбі күнін ауыр күн деп есептеп, алыс жолға шықпаған, жаңа іс бастамаған. Сәрсенбі сәтті күн санап, бел буған оңтайлы істерін осы күні бастауға тырысқан. Қазақта аптаның орнына жұма немесе жеті ұғымдары қолданылады. Бұл жұма күні немесе жеті ұғымдарының қасиет саналуының байланысты болса керек. Жаңа туған ай орағы ұлғая келе, жеті күнде жарты айға, келесі жеті күнде толған айға айналады. Үшінші аптада айдың тек сол жақ жартысы қалады. Ақыры төртінші аптада өлара ескі ай мен жаңа ай туатын айдың шекарасына жетеді. Айда болып тұратын мұндай апталық өзгерістерге халық айрықша мән береді. Себебі осы өзгерістің негізінде ауа райын болжаудың сан ғасырлық тәжірибесі қалыптасқан. Мәтінді оқушылар мұқияттың оқып алғаннан соң тапсырмасы. Мәтінге сүйеніп, дұрыс жауапты табыңдар. Қазақ халқында апта күндеріне қатысты дәстүрлі күн атаулары бар. Қазақтар сәрсенбі, сейсенбі күнін іс бастауға сәтсіз күн деп есептеген. Аспандағы айдың пішін әр апта сайын өзгеріп отырады. Айдағы апталық өзгерістер арқылы халық ауа райын болжаған. Тапсырмасы. Мәтіннің құрылымдық бөліктеріне сәйкес азат жолдарды тауып, ондағы ойды бір сөйлеммен беріңдер. Мәселен, мәтіннің бірінші кіріспе бөлімінде апта күндері парсы тілінің негізінде қалыптасқан негізгі ой. Екінші бөлімде негізгі бөлім әр апта күнінің өзіндік қасиеті барына тоқталады.
Ал үшінші қорытынды бөлімде ауа райын болжаудың ғасырлық тәжірибесі айтылады. Келесі бізде Б тапсырмасы. Қарамен берілген сөздерді берілген мағыналас сөздермен сәйкестендіріңдер. Қажетті сөздер: шаруа, ерекше, қиын, аймақ. Мәселен, аптаның сейсенбі күнін қазақтар ауыр сөзінің мағыналас сөзі қиын, күн деп санаған. 2. Айда болатын өзгерістерге халық қалай мән берген? Ерекше мән берген. Сәрсенбіні сәтті күн деп, шаруаны осы күні бастауды жөн санаған. 4. Қазақ жерінің шығыс аймағында жұма күнін қасиетті санайды. Міне, әр күнге қатысты негізгі ұғымдар. Қазір дүйсенбіні оқиық. Бірінші күн дүйсенбі. Қазіргі есеппен алғанда аптаның басы. Біздің халқымыз үшін жақсы күн деп бағаланады. Әр адам жұмысын табысты аяқтауға күш салады. Бұл күні сапарға шыққан, сауда жасаған адамның жолы болады. Құрылыс үшін де сәтті күн. Жазылым екінші тапсырма. Артық сөзді ысырып, себебін екінші бағанға жазыңдар. Мәселен, дүниетаным, өлара, шекара, дәстүрлі. Қай сөз артық сөз екенін табасыздар. Мәселен, міне, атау сөзі аспан әлеміне жатпайды. Юпитер, астрономия, атау сөздер. Ауа райы: оңтүстік, солтүстік. Бұл жерде артық сөз ауа райы, ол күрделі сөзге жатады. Бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз қазақ тіліндегі туынды сөздер. Туынды сөздер. Қазақ тіліндегі сөздер екіге бөлінеді: түбір және туынды сөздер болып. Түбір сөз дегеніміз ешқандай қосымшасыз сөздің бастапқы мағынасын түбір дейміз. Мысалы, кітап, жұмыс, сурет, бас. Түбір, ешқандай жалғанған қосымшасы жоқ. Келесі, ал түбір сөзге қосымша жалғану арқылы жасалған сөзді туынды сөз деп айтаймыз. Мысалы, кітап, кітапхана, жұмыс, жұмысшы, сурет, суретші, бас, бастық. Яғни, бір түбірден жасалған әртүрлі туынды сөздерді түбірлес сөздер деп атаймыз. Мысалы, білгір, білім, білгіш, бас, бастық, басшы. Міне, түбірлері бірдей, біл түбірі, яғни түбірлес сөздер. Туынды сөзге, міне, жұрнақ жалғанған кезде сөздің негізгі мағынасы өзгереді. Мәселен, кітап, бұл міне бізде түбір сөз болды, міне, кітап. Кітап екені білініп. Ал кітапхана болғанда, бұны мағынасы өзгерді. Жай кітаптан кітапхана, үлкен кітапхана есімізге түседі. Сөздің мағынасы өзгеріп кетті. Кітапханаға ауысты. Енді кітапханашы дейтін болса, мұнда да сөздің мағынасы өзгереді. Кітапханашы, қызметкер. Ал жұмыс, жұмысшы. Сурет, суретші. Көріп тұрғандай, сөздің мағынасы өзгереді. Тағы да мысалдарды толықтырайық. Лексикалық мағыналық сөз: үлес, саясат, жал, қызмет. Енді бұған жұрнақ жалғайық. Сонда біздің сөзіміздің мағынасы өзгереді. Үлес, үлескер. Саясат, саясаткер. Жал,
жалгер, жұмыс, жұмыскер. Сауалнама, жарнама, тағылымнама. Ажыратқыш, қозғалтқыш, қыздырғыш, оқшаулатқыш. Яғни осы жұрнақтар арқылы сөздің мағынасы өзгеріп кетіп тұр. Міне, сөздер. Шаңғышы деген сөзді алатын болсақ, шаңғы түбір, шы қосымша. Шаңғышы. Апталық, апта, апталық қосымшаға бөлінген. Күн, күні. Палуан, палуандар. Міне оқушылар, мұнда жұрнақтың белгісі, түбірдің белгісі және жұрнақ. Түбір, жалғау. Және де түбір, жұрнақ, жалғау. Сөздердің схемасы. Мәселен, көрме сөзін алатын болсақ, көр, түбір, ме, жалғауы, жұрнақ. Көрме қосымшасы, ме қосымшасы, жұрнақ. Енді оқулығымыздағы 72-ші бетті ашайық. 4-ші тапсырма. Берілген түбір сөздерге әртүрлі жұрнақ жалғау арқылы бірнеше туынды сөз жаса. Біл, білім, білгіш,